сіз енді не емессіз ғой, ғалым емессіз, білімді емессіз, мешітке келіп айтыр уағыз тыңдап жүрген жамағатсыз. Қалай сіз мына балаларыңызды, 5 балаңыз болса бәрін намазға жықтыңыз, қалай дейді да? Таң қалып сұрайды, ана ғалым кісі сұрап жатыр, таң қалып. Сонда әлгі кісі айтқан екен, ұстаз дейді, мен үнемі мына дұғаны жасадым дейді. Астағфиру билла, Робби джаални муқимас салати ва мин зуррияти. Бұл аяттың мағынасы, Робби джаални муқимас сала. Ей Раббым, мені намаз оқушылардың қатарында қыла көр. Ва мин зуррияти, және мен ұрпағымды да намаз оқушылардың қатарында қыла көр дейді. Роббана ва тақаббал дуа. Ей Раббым, менің дұғамды қабыл ет. Деген сөз да. Осы аятты дейді, осы дұғаны мен үнемі оқимын дейді, осы дұғаны дейді. Қараңыздар, Алла субханала тағала әлгі кісінің дұғасын қабыл етіп қойғанда, көрдіңіз бе? Әлгі дұғаны көп жасағандықтан дұғасын қабыл етті, 5 баласы болса, 5-еуі де намаз қылды.